Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық десерттерінің бірі қызыл ірімшіктің рецептін ұсынамын. Өте оңай жасалынады. Жасалынуына небәрі 3 қана заты жеткілікті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеодағыдай өз формасын ұстап, дәл дүкендегідей болып шыққан қаласаңыздар, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен ірімшікті дайындау үшін бізге сүт қажет болады. Сүт менде қолдың сүті, дүкеннің сүті де жарай береді. Түбі қалың ыдысқа 2 литр сүт құямыз және де қақпағын жауып, қайнау уақытына дейін қойып қоямыз. Отымызды қатты қоямыз. Сүтіміз міне қайнай бастағанда, қайнауға сәл қалған кезде осылай сүтімізді ожаумен сапырып, оның үстінен 200 мл айран құямыз. Айранда менде қолдың айраны, қалауларыңызша дүкеннің айранын қолдансаңыздар болады. Айранды құйып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде міне қазір видеода көргендеріңіздей іртіктер шықпаса, айран тағы да қосып іртсеңіздер болады. Міне осылай іріп шығады. Сүт пен айран араласқаннан кейін ожаумен тағы да араластырамыз. Міне осындай көбіктер шығып қайнай бастағанда қазанымыздың қақпағын жауып 2 сағатқа қайнатып қоямыз. Отымыз орташа отта тұруы қажет. 2 сағат қайнап болғаннан кейін қазанымыздың қақпағын ашып қараймыз. Міне біздің ірімшігіміз дәл осылай 2 сағатта қоңырқай түске енеді. Осы кезде қант саламыз. Қант мен 100 грамм қолдандым. Сіздер қалауларыңызша тәтті болған қаласаңыздар, 200 грамм қант қолдансаңыздар болады. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 2 сағатқа баяу отта қайнатамыз. 2 сағаттан кейін оттың астын өшіреміз. Міне біздің ірімшігіміз қып-қызыл болып дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда каналыма түрлі қазақи ұлттық тағамдарды салатын боламын. Рецепттерді жіберіп алмаш үшін менің каналыма жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ірімшігімізді осындай сүзгішпен алып, сүлгіге немесе орамалға, мен орамалды пайдаландым, немесе марлы болса марлыға салып, осылай суын сығып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай артық суларын сығып аламыз. Ірімшігіміз өз формасын ұстау үшін және де артық суларын алып тастау үшін астына шелек қойып, бетіне осындай тесік ыдыстың үстіне ірімшікті салып, оның бетінен тәрелкені қойып, 2 литр банкеге су құйдым, соны басып қойдым. Ауыр заттың орнына осылай пайдалансаңыздар болады, немесе басқа да ауыр затты пайдалансаңыздар болады. Біраз уақыттан кейін біздің қызыл ірімшігіміз өз формасын ұстап, осылай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге бұл аздық ететін болса, мен описание бөліміне барлық керегін жазып қоямын. Ол жерден 2 есеге, 3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Егер сіздерге видеом ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмі тура дүкендегідей болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.